Қайырлы күн баршаңызға. Бұл мен Индира. Бүгін сіздермен қазақтың ұлттық тағамы әсіптің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге жұмсақ ет, жартылай қайнатылған өкпе, жүрек, қайнатылған күріш, пияз, тұз, сарымсақ, қара бұрыш, сонымен тағы да паприка керек болады. Жуып тазартылған етті кесіп, ет тартқыштан өткізіп аламыз. Егер де сіздің үйіңізде өкпенің, жүректің, бауырдың дәмін ұнатпайтын жандар болса, тек қана таза етпен жасауға да болады. Етіміздің артынан пиязымызды да ет тартқыштан өткізіп аламыз. Үстінен бір қасық паприкамызды, тұзымызды, бұрышымызды, сарымсағымызды қосып, және де күрішімізді салып, араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін, үстіне аз мөлшерде су құйып аламыз. Араластырып алғаннан кейін, алдын ала жуып, тазалап, теріс қаратып, аударып қойған ішегімізді алып, артық майларын кесіп тастаймыз. Мен бұл жерде жылқының ішегін пайдаланғам, қойдың, сиырдың ішегін пайдаланған жақсы. Ішектің бір басын байлап, екінші басына осылай ыңғайлы затпен ашып, салмасын бос етіп салып аламыз. Себебі күріш піскеннен кейін ісінеді, және де ішек жиырылады. Сол кезде егерде бос қылып салмасақ, ішегіміз жарылып кетеді. Және де сіз кішкентай бөліктерге бөліп алғыңыз келсе, осылай бос етіп жіппен байлап аламыз. Өзіңіздің қажетіңізше бөліктерге бөліп алғаннан кейін, осылай инемен арасындағы ауасын шығарамыз. Себебі қайнаған кезде ішек жарылып кетуі мүмкін. Дайын болған әсібімізді мұздай суға салып, отқа қоямыз. Көбігі шыққаннан кейін көбігін алып, бір ас қасық тұз саламыз. Осылай баяу отта 50-60 минут пісіріп аламыз. Егерде сорпалап ішкіңіз келсе, осылай қызанақ салуға болады. Мен салмасынан қалған бөлігін салдым. Мінеки, сорпасы да өте дәмді, керемет болып шығады. Егерде рецепт ұнаса, менімен бірге жасап көріңіз, өкінбейсіз. Видео ұнайтын болса, лайк басып, коммент жазып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Және де алдағы уақытта менен қандай рецепт күтесіз, комментарияға жаза кетіңіз.